Бүгінде күнделікті тұтынуға қажетті азық-түліктің бағасы аспандағы айға ақырып тұр. Ал дәрі-дәрмектің бағасы да арзан емес. Одан бөлек киім-кешек, коммуналдық қызмет ақылары да қымбаттамаса арзандап жатқан жоқ. Еліміздегі әлеуметтік аз қамтылған тұрғындар жәрдемақы мен зейнетақыға күні түсулі екені жасырын емес. Биылдыққа зейнетақыға үстемақы қосылған жоқ деп, зейнеткерлер де наразы. Осыған байланысты күні кеше Қазақстанда лайықты зейнетақы мен жәрдемақы алу туралы петиция басталды. Авторлар нақты инфляцияны есепке алуды талап етуде. Лайықты зейнетақы мен жәрдемақы үшін петициясының авторлары Қазақстандағы зейнетақы мен жәрдемақыларды болжамды емес нақты инфляцияны ескере отырып, жыл сайын индексациялауды талап етеді, яғни зейнетақыны көбейтуді талап етуде. Құжат 9 тамызда e-петицион ресми порталында пайда болды. Талаптар еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолданды. Петиция авторлары зейнетақыны болжанған инфляция деңгейінен 2%-ға жоғары индекстеудің қазіргі әдісі әділетсіз деп санайды. Өйткені ол халықтың кедейленуіне әкелетін нақты инфляцияны есепке алмайды. Соңғы уақытта азық-түлік тауарлары, дәрі-дәрмек, коммуналдық қызметтер негізсіз қымбаттады. Мемлекет ұсынған тұтыну қоржыны шындыққа сәйкес келмейді. Бұл түптеп келгенде олардың мемлекет тарапынан қорғалуына кепілдік бермей кедейленуіне әкеледі. Бұл жағдай тек зейнеткерлердің өміріне ғана емес, халықтың әлеуметтік осал топтарына да әсер етіп отыр, делінген петиция мәтінінде. Сондай-ақ авторлар зейнетақы мен жәрдемақылардың жыл сайынғы өсімі нақты инфляциядан 2 есе аз болатынына назар аударды. Осылайша 2023 жылдың басында зейнетақыны индекстеу 10,5%-ды құрады. Өйткені инфляция дәлізі 7,5-9,5% деңгейінде болжанса, Сенатта жарияланған мәліметтерге сәйкес, өткен жылдың қаңтарында нақты инфляция 20,7%-ды. Ал ақпан айында ол 21,3%-ды құраса, азық-түлік тауарларының бағасы бір жылда 26,2%-ға өсті. Бұл ретте ұлттық экономика министрлігі бюджетті түзету кезінде жылдық инфляция дәлізін өзгеріссіз қалдырды. Елдегі кедейшіліктің алдын алу және әділеттілікті қалпына келтіру үшін біз нақты инфляция болжанған деңгейден асып кеткен жағдайда жәрдемақылар мен зейнетақыларды инфляцияның нақты көрсеткіштері бойынша қайта есептеуді талап етеміз деп талап етті петиция авторлары. Петиция қазірдің өзінде 2700-ден астам қаралым жинады және 132 адам дауыс берген. Ол 2025 жылдың 9 ақпанына дейін белсенді болады. Маусым айында e-петицион порталында мен зейнет жасын 55 жасқа дейін төмендетуді қолдаймын деп тағы бір петиция пайда болды. Ол қазір 80 мыңнан астам қаралым жинап, 7374 қол жинаған. Оған қол жинау 14 желтоқсанда аяқталады. Сәуір айында Қазақстанда ресми онлайн петицияларға арналған e-петицион сайты іске қосылғаны белгілі. Петиция үкімет деңгейінде қаралу үшін 50 мыңнан астам дауыс жинауы керек. Алайда қазақстандықтар әкімдер мен министрлердің отставкаға кетуін талап ете алмайды. Және де ішкі істер министрлігінің жұмысына араласа алмайды. Мемлекеттік органдардың функцияларын өзгертуді де сұрай алмайды. Кейін Қазақстан Республикасының ақпарат министрлігі өтініштерді қарау үшін қол қою шегін көтеруді жоспарлап отырғанын хабарлады. Жаңа ережелер бір-бірімен келіспейтін тараптардың өтініші бойынша қарастырылады. Сіз де петицияға қосылып дауыс беріңіз.